Сәлеметсіздер ме, құрметті Болашақ университетінің студенттері. Қоғамдық пәндер, тарих және география кафедрасының ұйымдастыруымен философия пәнінен сіздерге видео дәрісімізді ұсынамыз. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы болмыс, онтология және метафизика. Дәрістің мақсаты философияның бірінші ұғымы, болмыстың философиялық мәнін талдау, негізгі түсініктер, бейболмыс, дуализм, монизм, философиялық плюрализм, онтология, мән, қозғалыс, утопия, эстетика, ренессанс, гуманизм, антропоцентризм, пантеизм, концептуализм. Осы түсініктерге тоқталып анықтама беретін боламыз. Дәрісіміздің жоспары: болмыс және тіршілік, мән мен бар болу, қайта өркендеу дәуірінің негізгі сипаттары. Екінші, онтология, болмыс туралы ілім, бар болудың онтологиялық құрылымы, антропоцентризм және гуманизм. Орта ғасырлық ойлаудан ренессансқа өту кезеңі, Роттердамский, Монтен, Кузанский. Болмыс және бейболмыс, Парменид, Зенон. Болмыстың түрлері, Платон мен Аристотельдің философиясындағы болмыс мәселелері, жаңа заман философиясындағы субстанция мәселелері, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Хайдеггер, фундаменталды онтологиясы. Әлемнің сыр-сипатын, дүниенің түп мағынасын, ішкі мәнін, айнала қоршаған ортадағы заттардың, құбылыстар мен процестердің өзара байланысын, олардың дамуы мен өзгеруін, адамзат қоғамының сан түрлі құпияларын танып білу қажеттігін болмыс деп аталатын кең мағыналы, терең ауқымды философиялық ұғымның тарихи тұрғыдан қалыптасуының басты себебі әрі алғышарты болып табылады. Тарихи дамудың әр дәуірінде